Сәлем достар, бүгін бізде новый видео болайын деп жатыр. Бүгін көбелектердің үйіне барамыз. Көбелектердің үйіне қонаққа барады. Мына жақта Айлин, мына жақта Құралай және мен үшеуміз көбелектердің үйіне қонаққа барамыз. Қазір түн болды, көбелектер үйлерінде ұйықтап жатыр. Біз енді олардың үйіне түнде қонаққа баратын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Достар, біз келді көбелектердің үйіне. Құралай осындай единорогымен бірге ұшып келді ғой. Мына жақта Айлин да бірге бізбен келді. Біз қазір көбелектердің үйіне кіретін боламыз. Достар, біз келді көбелектің үйіне. Құралай осындай единорогымен, яғни дара мүйізімен ұшып келді. Мынандай қанаты бар, оның осындай мүйізі бар. Құралай осылай ұшып келді. Міне достар, көбелектердің үйлері. Көбелектің барлығы қонып алыпты үйлеріне. Бізге осы жақтан кіретін боламыз. Міне кір, Құралай, кір. Осылай ашып кіретін болам. Вау, достар. Бізге осындай төсек салып қойыпты, жатындар деп. Жатындар енді. Достарына көбелектерді қараңдар. Күшті барлығы қонып алыпты. Осылай қонып алыпты. Көбелектерді сайшы. Көбелектер міне неше түрлі көк, сары, мына жақта қоңыр, фиолетовый көбелектер бар екен. Құралай, ұнады ма саған көбелектердің үйі? Күшті екен, көбелектердің үйі. Бірақ бар еді, Кстати, достар, көбелектің үйінде лабубу да бар екен. Қызда қарасаңдар, достар, көбелек деген көп, өте көп. Сендерді келіңдер, көбелектердің үйі өте күшті екен. Достар, көбелектердің үйінде лабубу тұрады екен. Екі лабубу, біреуі роз, біреуі ақ. Қан көрсетші камераға. Біреуі осы екі лабубу осы көбелектердің үйінде тұрады екен, осы жерде тұрады екен. Мынау розовый лабубу, бұл да осы жерде тұрады екен. Мәз болып жатыр екеуі. Құралай, единорогыңды да үйге кіргізіп қой, көбелектердің үйіне жарай ма? Кірейінші деп кеп тұр ғой, қара. Оха. Достар, әдемі ойнау, Жата ғой. Мынаға кір, Айлин, сен де кір. Айлин де кіріп алып, жатып отыр. Міне единорог шаршады, жатты, ұшып келді ғой, шаршап. Мына жерге лабубу жатқызып қояйық, жат. Ұйықтап отыр лабубу. Сен де лабубуң жатқыз, Айлин. Ұйықтатамыз, жатқыз, няха. Көбелектер біз сендерді ұнатып қалды. Жата ғой, жатқыз сен де лабубуыңды. Мынандай Айлишканың лабубу бар, міне. Өте әдемі, Өте әдемі. Айлинге осы лабубу екеуі дос болып қалды, ұнап қалды бір-біріне. Екеуі бірге ойнап жатыр. Ал біз көбелектерге қарап, не істейміз? Ұйықтаймыз ба? Осыларға қарап, ертегі тыңдап ұйықтаймыз. Әне достар, сендер де көбелектердің үйлеріне барып көріңдер. Өте күшті екен, әне. Айлин ұйықтамай жатыр, сосын лабубуларда ойнаймыз деп бізді көргеннен кейін. Ойнаймыз деп не істеп жатыр? Ұйықтамай жатыр, Ұйықтамай жатыр. Қазір біз не істейміз оларды? Ұйықтатамыз ба? Әлде айтамыз ба? Әлде ертегі айтып береміз. Бір бар екен, бір жоқ екен, баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір болған екен. Шал мен кемпірдің бір розовый, бір серый лабубу деген ойыншықтары болған екен.
ол ойыншықтарын жоғалтып қойыпты. Бұл деген екі ойыншығын шал мен кемпір жоғалтып қойыпты. Іздепті, таппапты. Сөйтіп розовый серый лабубулары кемпір мен шалдың орманға барып адасып қалған екен. Сөйтіп олар іздеп шаршап жатып көбелектердің үйлерін тауып алыпты. Көбелектер оларға көмектесіпті. Лабубуға, розовый лабубуға көбелектер көмектесіпті. Сөйтіп шал мен кемпір іздеп таппай жылап екі лабубуды күтіп шаршапты. Сөйтіп көбелектер көктем болған кезде гүлдеріне, шал мен кемпірдің гүлдеріне қоныпты да кемпір мен шалдың ренжіп отқандарын көріп, сендер неге ренжіп отырсыңдар, ата мен әже депті. Сөйтсе айтыпты, біздің екі лабубуымыз бар еді. Біреуі серый киім киіп алған, біреуі розовый, екеуін таппай қалдық деп жылапты. Сөйтсе көбелектер не депті? Біз тауып алдық депті. Ата, әже жыламаңдар, лабубуларың біздің үйде депті. Сөйтіп ата мен әже сенбепті, шынымен ба депті. Сонымен шын айтамыз. Жүріңдер біздің үйге деп ата мен әжені көбелектер өздерінің үйіне алып кепті. Сөйтіп көп деген көбелектер бірге лабубуларын тауып беріпті. Сөйтіп ата мен әже не істепті? Қуанып кетіпті. Сөйтіп лабубуларға осы жерде тұруға рұқсат беріпті. Айлиш? Болды, енді жатып ұйықтаймыз. Достар, біз бүгін осы жерде көбелектердің үйлерінде ұйықтаймыз. Ура! Бүгін бірінші рет көбелектердің үйінде ұйықтап жатырмыз. Бізге өте ұнап жатыр. Мынау Айли Кокоштың единорогы. Бұл да осы жерде ұйықтайды, міне. Комментарияға лайк басып қойыңыздар, шерін қылыңыздар. Келесі видеода көріскенше. Сау болыңдар, достар. Сау болыңдар.